Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше болып түйілетін өте әдемі әрі дәмді мантыларды сіздермен бірге жасайтын боламыз. Біз ең әуелі мантының қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұн, су, тұз керек болады. Тұзды суға саламыз да жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді суымызды ұнның үстіне құйып қамыр илейтін боламыз. Егер де сіздерге ұнның үстіне суды құйып илеген ыңғайсыз болса, бөлек ыдысқа суды құйып, оның үстіне ұнды жай салып, солай қамыр илесеңіздер де болады. Бірінші осындай қасықтың көмегімен араластырып, барлығын біріктіріп алдым да, содан соң қолыммен жақсылап тұрып қамыр илеуге кірістім. Біздің қамырымыз осындай қатты, тығыз, біркелкі емес, осындай бүдір болып шығады. Енді қамырымыз біркелкі болып, әдемі болу үшін осындай пакетке саламыз да, жақсылап қымтап жабамыз да, бөлме температурасына бөлмеге қалдырамыз. Енді мантымыздың салмасын дайындайық. Ол үшін бізге асқабақ, пияз және тартылған ет, дәміне қарай тұз керек болады. Мен осылай пияз бен асқабақты майдалап төртбұрышлеп турап алдым. Енді барлығын бір ыдысқа саламыз да жақсылап тұрып барлығын араластыратын боламыз. Егер де сіздерге асқабақ ұнамаса, тек қана пиязбен және тартылған етпен жасай берсеңіздер болады. Міне біз салмасын жақсылап араластырып алғаннан соң осындай болады. Енді бұны бір шетке қоямыз да, енді қамырымызға кірісеміз. Жаңа пакетке салып қойдық қой, соны пакеттен алып шығамыз да, қолымызбен илеп жібереміз столдың үстіне. Жақсылап илесеңіздер, қамырымыздың түрі біркелкі болып, ешқандай да түйіршіксіз әдемі болып шығады. Енді бұл қамырымызды қазір бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Сол үшін осындай соломка, яғни сопақ етіп, осылай қолымызбен жайып аламыз. Міне осылай сопақша етіп жайып алғаннан соң дәл ортасынан бөлеміз де екеуін қойып, екеуін де қазір ортасынан тағы да бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Егер де мантыларыңыз бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегімен өлшеп жазсаңыздар да болады. Бірақ та мен бүгін өзім көзіммен шамамен бірдей болатындай етіп барлығын бөліп шықтым. Барлық бөлінген қамырлардың барлығын осылай бірдей қойып аламыз да, осылай кішкене үлкен немесе қатты кішкентай емес, орташа етіп осылай бөліктерге бөліп аламыз. Енді осының әрқайсысын қазір дөңгелектеп шығатын боламыз. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, міндетті түрде каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда өте оңай әрі бір жасағаннан-ақ шығатын қарапайым рецепттер өте көп, сол үшін де тіркеліп алыңыз. Және тура осы манты секілді мантының түрлі рецепттері де бар, кіріп қарасаңыздар болады. Міне әр қамырды дөңгелектеп алғаннан соң жаңа қамыр салынған пакетімізге барлығын салып аламыз. Өйткені қазір әрқайсысын жайғанда басқа қамырлар қатып қалмауы керек. Сол үшін де осылай пакетке салып отырамыз. Енді осы әр дөңгелек қамырды жайып алатын боламыз. Жұп-жұқа етіп әдемілеп жаюымыз керек. Ұн қосып жайсаңыздар да болады, бірақ та мен осы біріншісін ұнсыз жайдым. Бірақ та кішкене ұн қосып жаюға кеңес беремін, өйткені кішкене жабысып мазаны алады. Сол үшін де ұнды кішкенеден қоса отырып, жақсылап барлығын жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Бір қамырды жайып болғаннан соң ішіне салмасын салып түйіп тастауға да болады, бірақ та осы шамамен бір 5-6 қамырдай жайып алып, содан соң түйсеңіздер, уақытты кішкене үнемдейсіздер. Мен осылай бір 5-6 қамырды жайып алдым да, енді осыны тағы да оқтаумен тағы 1-2 рет жайып жібереміз, өйткені жиналып кішкене қалың болып қалды. Әрқайсысын тағы да осылай екінші рет жайып шығамыз.
міне барлығын жайып алдық. Енді осылай орналастырып аламыз да. Енді ішіне салмасын саламыз. Салманы бір ас қасықтан асырмай салыңыздар. Қатты аз қылып салуға болмайды. Осылай бір ас қасықтан салып шыттық. Енді әдемілеп түйетін боламыз. Болашақ мантымызды осылай бір қолымызға алып аламыз, ал бір қолымызбен түйетін боламыз. Бірінші шетінен кішкене қысып аламыз да, содан соң екі жағынан шымшып түйеміз. Түйу жолы тура шаш өрген секілді дегім келеді, өйткені екі жағынан кезекпен кезек алып отырып түйесіздер. Түйгенде түйіп отырған қолдарыңызды қамырдан алмайсыздар да. Қамырды қатты қалың емес, жұп-жұқа етіп шымшып түйіңіздер. Содан соң қатты қысып шымшып түйіңіздер, өйткені бос қып түйсеңіздер ашылып кетуі мүмкін. Міне осылай оп-оңай болып түйіліп шығады. Осындай әдемі бізде өрнектермен әдемі манты шығады. Барлығын тура осылай әдемілеп түйіп шығамыз. Бірінші түсінікті болмаса, екінші осы видеоны қараңыздар. Өте түсінікті. Тоқтатып қараңыздар, сол кезде бірден үйреніп аласыздар. Мантыларымыздың барлығын түйіп алдық. Енді листімізге, яғни манты қазанымыздың листін майлап аламыз да, осылай мантыларымызды бір-бірінен алшақ етіп қойып шығамыз. Менде осы рецептпен 3 лист, яғни манты қазанның 3 листі де толықтай толды. Енді мантымыз қатты құрғақ болып қалмас үшін беттерін сұйық маймен осылай әдемілеп майлап шығамыз. Менде мына жерде фокус дұрыс алынбай қалыпты, бірақ та сіздерге осылай әдемілеп майлауды айтқым келген. Осылай барлық жеріне жететіндей етіп майлап шығамыз. Мантыларымыз осымен дайын болды. Енді қатты қайнап тұрған суға мантыларымызды қоятын боламыз. Шамамен мантыларымыз 45-50 минуттай піседі. Міндетті түрде сағатты қарап отырыңыздар. Біздің отымыздың асты қатты отта тұруы керек. Міне осымен біздің мантыларымыз дайын болып шықты. Қараңыздар, көлемі ұлғайып, бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіпті. Өте күшті екен, түрінен көрініп тұр. Қазір сіздермен бірге дәмін бірге көретін боламыз. Міне осымен біздің әдемі болып түйілген, дәмі де өте күшті болып шыққан мантыларымыз дайын болды. Міндетті түрде осындай қаймақ немесе майонез секілді әртүрлі соустармен бірге жеңіздер. Өте күшті болып шыққан. Қамырда қатты қалың емес, өте әдемі, үйлесімі өте күшті болған. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған Раушан.